Ассаламуалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 2023 жылы шыққан «Город убийц» деген боевик киноға шолу жасаймыз. Достар, барлығымыз бейнемізді аяғына дейін көрейік. Ондай болса кеттік. Кино басында Найл деген қара жігіт басты кейіпкер өзінің бір әріптесімен отырады. Олар әдейі бір жас баланы аңдып отыр. Бұл жерде естірткі сатушы келу керек еді. Бір кезде бір көк киім киген жігітке біреу естірткі әкеп береді. Сол кезде Найл мен оның әріптесі артынан қуып кетеді. Осылайша екеуі бірге бірігіп жаңағы баланы ұстап алады. Жас бала болса да естірткімен айналысып жүр. Найл болса әлгі баладан бәрін алып қояды. Ал енді осы жерден кет, табаныңды жалтырат, көзіңді жоғалт дейді. Сосын Найл баладан тартып алған ақшаның бір бөлігін әріптесіне береді. Бірақ бұлар енді полиция қызметкері болғандықтан әріптесі адалдау еді. Бұндай арам ақшаны алмаймын. Бұл сенің ісің дұрыс емес деп қалады. Басқа жақта Аш деген, болмаса Эш деймі, беделді әйел. Әлгі Найлдың әкесін ұрып қинауда. Қашан ақшаны қайтарасың дейді. Сонда Гарам деген шал ертең қайтарам деп қалады. Ол немересімен, яғни Найлдың ұлымен жүр екен. Біраздан кейін Найл үйіне келеді. Әкесі немересімен отыр. Найл болса, не болды саған, түріңе не болды дейді. Гарам шал болса, бір қарызым бар еді. Эшке қарызым еді. Сол үшін таяқ жедім деп жай айтып отыр. Артынан Гарам ұлына, яғни Найлға ұсынысын айтады. Бір жұмыс тұр. Керекті затты мен келіскен адамдарға апару керек. Сенің бауырың інің бос емес. Сондықтан осы жолы сен менімен бірге барасың ба? Көп ақша табамыз дейді. Найл болса бас кезінде келіспей тұрады. Бірақ артынан ақыры ақшасы көп дегеннен кейін, одан кейін әкесі қатты сенімділікпен өзім кепіл берем деген соң келіседі. Содан бірден сол Гарамның айту бойынша қонақ үйдегі бір бөлімге келеді. Гарамның қолындағы зат естірткі еді. Олар енді келісім жасап жатқанда әлгілер қаруларын алып шығады. Сөйтсе бұлар полиция қызметкерлері екен. Сөйтіп полициялар бұл екеуін түрмеге қамап тастайды. Жап-жақсы полиция қызметкерінің абыройы күл толқан болды. Арада біраз жылдар өткен соң Найл түрмеден шығады. Сыртта оны інісі күтіп тұрады. Найл болса, бұндай көлікті қайдан алдың деп інісінен сұрайды. Інісі деген сол Эште жұмыс істейтін еді. Сондықтан бірден сол Эшке барамыз. Оның саған айтатыны бар деп қалады. Екеуі Эшке келеді. Эш деген әйел бірден өзінің талабын айта бастайды. Мені сатып жібермегендерің үшін рахмет. Алайда сенің әкең маған көп қарыз еді. Ол қарызды енді сен төлеу керексің. Әйтпесе жағдай қиын болады деп бір қорқытады. Болмаса маған жұмыс істейсің. Мен ол қарызды ұмытамын дейді. Кейін әңгіме біткен соң Найл інісі екеуі үйге келіп тоқтайды. Найл сосын өзінің үйіне кіреді. Әйелі деген енді күйеуіне ренжулі. Неге сондайды жасадың? Сенің түрмеге түскенің біз үшін қиын болды. Не көрмедік біз? Бірақ Эш бізге көмектесті. Оған рахмет дейді. Тіпті Эш Найлдың ұлына аяқ киім сатып беріпті. Бірден Найл артынан інісінің үйіне барады. Сенің үйінде сәл демалып алсам бола ма дейді. Найл сәл демалып ұйықтап алады. Артынан Павел деген жігітті көреміз. Қасында бір қызы бар. Олардың арттарынан жүк көлігі келе жатыр. Бір кезде полиция қызметкерлері келіп жүк көлікті тоқтатады. Ал Павел болса сырттан қадағалап тығылып қарап қалады. Полиция қызметкерлері әлгі жүк көлігінің адамдарын өлтіріп тастайды. Түнге қарай сол сатқындар Эштің қарамағына жүк көлігімен келеді. Жүкті сізге әкелдік, жұмыс жасалынды деп қалады. Біраздан кейін басқа бір банда келеді. Арасында бас кезінде көрген жас баламыз бар. Эш болса сол жүктен шыққан естірткілерді мына бандаларға сата бастайды. Бұл жігіттің есімі Леон. Біраз уақыттан кейін ашулы түрде Эштің қасына Павел келеді. Біздің жүкті полиция қызметкерлері алып кетті. Кім бізді сатып кетті деп қояды. Эш болса жай ғана. Ол жағын білмедім. Менің бүкіл жақта таныстарым бар. Бірдеңе белгілі болса, сіздерге айтамын деп қалады. Павел мен қасында қыз екеуі ашулы түрмен кетіп қалады. Бұл клубта Найлдың әйелі жұмыс істейді екен. Найл оған қарсы, бірақ енді отбасын өздері асыра алатындай жағдай жоқ. Кейін Найл түрмеде отырған әкесінің қал жағдайын білу үшін келеді. Гарам ашулы. Әлгі әйел Эш мені түрмеде тастап кетті. Мені шығаратын түрі жоқ. Мен бәрін айтып қоям дейді. Оған Найл, бұл жердегілердің бәрі сатқын, бәрі Эшке жұмыс істейді. Егер оларға айтып қойсаң, Эш бәрімізді өлтіреді дейді.
Осыдан кейін Найл өзінің бұрынғы әріптесімен кездеседі. Екеуі жолығып біраз әңгімелеседі. Найл бүкіл системаны айтып түсіндіреді. Полицияда бүкіл жерде Эштің адамдары бар, байқап жүр дейді. Ол үшін маған әлгі бізді ұстап алған агентпен жолықтыршы. Мен бәрін өзім жасаймын дейді. Келесі күні Найл сол алдыңғы агентпен кездеседі. Менің әкемді мазаламаңдар, одан ақпарат сұрамаңыздар, бәрін мен айтып берейін дейді. Сонда агент, сен онда Эш жайлы біраз ақпарат біліп кел. Мүмкін құнды ақпарат болса, әкең де түрмеден шығатын шығар деп қалады. Ол үшін Найлға Эштің қасына жұмысқа кіру керек. Осылайша Найл сол Эшке барып, саған жұмыс істеуге дайынмын дейді. Бірінші күннен бастап Найл мен інісі екеуі Эштің қарамағында тұрады. Бір кезде бұлардың арасында бір сатқын біреуді ұстап алады. Эш болса оны ұрып жібереді де Найлға қару беріп мынаны атып өлтір дейді. Найл қатты қиналып қалады. Қалайша деп тұр. Эш қатты айғайлайды. Маған жұмыс істесең айтқанымды жасайсың дейді. Сонда Найл әлгі жігіттің иығынан атып қалады. Эш болса, шын ба? Иықтан атқаның не? Ондай болса өзің көмесің дейді. Біраздан кейін Найл мен інісі екеуі сол жігіттің үстіне цемент құяды. Эштің жұмысы бойынша Найл мен інісі екеуі Леонға барады. Одан керекті затты алып кету керек екен. Яғни алатыны ақша. Сол кезде Найлды таныған жас бала оны бір береді. Қаруын тақайды. Мынау мент қой дейді. Сонда Найл, мен енді мент емеспін, түрмеден енді шықтым дейді. Леон болса екеуіне қарап, проблема болса екеуінде жауап бересіңдер дейді. Эштің бұйрығы бойынша тағы да Павелге барады. Ақша алу керек қой. Бірақ Павел бермей қояды. Осы жексенбі болады, сол кезде берем деп айт дейді. Найл мен інісі екеуі көлікпен кетіп бара жатыр. Інісі деген Эшке не айтамыз деп қорқып тұр. Ол түсінбейді ғой дейді. Сол кезде Найл, уайымдама, бұны өзім шешем дейді. Ол бірден өзінің үйіне келеді. Бірақ үйінде Эш жүр екен. Сендердің жағдайларыңды білу үшін келдім деп қояды. Найл ішке кіріп отбасын көреді. Аман есен екен. Найлдың әйелі болса Эшке рахмет айтуда. Біраздан кейін Найл Эшті шақырып алып, жеке сөйлесек бола ма дейді. Содан жұмыс туралы айтады. Бірақ Павел бермей қойды ақшаны. Жексенбі қайтарам деп айтты дейді. Эш болса, соңғы кезде тыңдағыш болып кетіпсің ғой дейді. Сосын кетіп қалады. Эш өзіне сенімді бір адамға жақындап, Найлды аңдып жүр деп қалады. Найл болса үйіне кірген соң түсіндіре бастайды. Бізге кету керек, мына Эшті сендер білмейсіңдер. Ол сендерге басқа жағын көрсетті. Ал мен оның сендерге шын бейнесін айтудамын. Бұл әйел қылмыскер дейді. Эштің ақшасын алып шығып, осымен кету керек біз деп қалады. Түрмеде гарам бәрін айтып қоям деген соң Эш сол түрмеге сөйлесуге барады. Ал Найл болса алдыңғы агентпен кездеседі. Осы кезде оларды байқаған Эштің адамы қарумен атыс жасап кетеді. Бұдан жаңағы агент мерт болады. Кейін Эштің адамдары Найлдың інісін жарақаттап кетеді. Яғни сатқын полициялар еді. Найл інісін құшақтап қашатын жер іздеуде. Ал енді Эштің түрмедегі бір қызметкері гарамды өлтіріп тастайды. Найл кейін бірден отбасын қонақ үйге апарып тастайды. Содан кейін Найл полициядағы әріптесімен кездеседі. Жағдайдың қиын екенін айтады. Қазір ешкімге сене алмайсың. Бәрі сатқын. Эштің адамдары жан жақта дейді. Сонда әріптесі көмектесетінін айтады. Найл өтініш сұрайды. Менің отбасым қонақ үйде қазір. Соларды қарай тұршы. Ал менің жұмыстарым бар дейді. Леон болса ашқа келіпті. Сенің қарамағындағы сатқын бар. Менің адамдарын бәрін көрді дейді. Найлдың отбасының қонақ үйіндегі мекен жайын айтып береді. Найлдың отбасының қасында сол дос отыр. Ол Найлдың ұлымен сыртқа шығып кетеді. Осы кезде Эш өзінің адамдарымен бұл жерге келеді. Сосын үйге кіріп Найлдың әйелін ұрады. Күйеуің қайда дейді. Әйелі болса кетші әрі деп қояды. Осы кезде Найлдың досы келе жатыр еді. Эштен бандиттар атыс жасайды. Осылайша екі жақта атыс болып кетеді. Содан бұлар Найлдың әйелін қатты ұрып тастайды. Эш кетіп қалады. Ал Найлдың әріптесі болса бәрін атып тастаған соң ол сатқын полиция қызметкерін де өлтіреді. Бірден Найл жетіп келеді. Жедел жәрдем көлігі де шақырылады. Осыдан кейін Найл мен әріптесі қаруланады. Найл Павелмен сөйлесуге барады. Менде саған деген ұсыныс бар. Эштен құтылғың келе ме деп қалады. Павел болса қуанып қалады. Келесі күні Павел жоспар бойынша Эшке келеді. Сосын Найлдың сатқын екенін айтады. Кеше маған келді. Мен саған оның қайда екенін көрсетемін. Бірақ осы жолғы жүк менікі дейді. Эш келіседі. Кеттік дейді.
Олар көлікке мініп алып, сол Найлдың жүрген жеріне келеді. Көлікпен керекті жерге келген соң Павел жүк көлігін көрсетеді. Міне осының артында дейді. Эштің адамдары көліктің артын ашып алғанда Найл қарумен бұларға атыс жасайды. Осы кезде жүк біздікі деп Леон өзінің адамдарымен келіп атыс жасайды. Бұт-шыт бір-бірімен атыс болып кетеді. Атыстың ішінде бірінші болып Павел көз жұмады. Павелдің қасындағы қыз Эшті тауып алып, екеуі төбелесіп кетеді. Бірақ артынан Эш жарақат алады. Ал енді Найл болса, Эштің оң қолымен төбелесіп оны жеңеді. Эш болса жарақатты ішімен жүріп тура ақша толы жерге келеді. Оның артынан Найл да келеді. Ол бүкіл ақшаны көріп таңғалады. Осыдан кейін Найл біраз күндерден кейін өзінің інісінің қабіріне гүл қояды. Біраздан кейін Найлдың әріптесі келеді. Сол кезде Найл бүкіл ақпаратты береді. Қаншама ақшаның мекен жайын береді. Осыған бар, міндетті түрде сенің атағың өсет деп қалады. Найлдың әріптесі полиция қызметкерлерімен сол ақшалардың бәрін тауып алады. Бастығы деген риза. Осыдан кейін Найл әйел екеуі бүкіл жағдайды еске алып отырады. Отбасымен қауышқан Найл бақытты болып, мәз болып тамақтанып отыр. Осылай кино аяқталады.